Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яғни бұл кітап, көшбасшылық кітабы, Шыңғыс Мұқан бауырымыздың қолға алып отырған, және бүгін міне тұсаукесері болып қалың оқырманға жетіп отырған, бұл нағыз маманның қолға алған кітабы деп мен есептеймін. Себебі Шәкең өзін көшбасшы ретінде танытқан, көшбасшы ретінде қызмет атқарған, көшбасшы ретінде көрінген сондай маман. Шәкеңнің мен өзім бірге қызметтес азамат ретінде талай көшбасшылық ерекше қасиеттеріне, ұйымдастырушылық ерекше талантына, тәуекелшілдік сондай сипаттарына өзім, сондай оқиғаларға өзім талай куә болғам. Сондықтан бұл кітапты Шәкең жан-жақты кәдімгі нағыз халыққа да, көшбасшыларға да өзінің ортасында ықпалды болып, өзінің ортасында кәдімгі ерекше жақсы дұрыс жолға бастайтын қасиеттерімен көріне білгісі келетін азаматтардың барлығына да сондай қажетті мәліметтерді Шәкең кәдімгі тәжірибесінен де осы кітапта жинақтаған деп мен ойлаймын. Ал енді бұл кітап менің өзімнің әрине жұмыс үстелімнің үстінде тұрады деп жаңа мен жиында да айттым. Себебі неге? Себебі мен имам болғаннан кейін мен халықтың, жамағаттың әрдайым алдында болам. Күнделікті 5 уақыт намазда қажет болатын болса, біз халықтың алдындамыз. Жұмадағы үлкен күндерде біз мінбердеміз. Сондықтан бұл жердегі ерекше көшбасшы болғысы келетін, халықты дұрыс жолға бағыттағысы келетін азаматтарға, мамандарға қажетті сондай құнды дүниелерді әбден мен пайдаланамын деп ойлаймын.